Құрметті оқырмандар, бір ел бір кітап акциясы ел руханиятын біріктіріп, ұлт тұлғаларының шығармашылығын насихаттайтын дәстүрлі жоба. Биыл бұл игі шара халқымыздың ардақты ақыны, ел намысын жырлаған тұлға Жұмекен Нәжмеденовке арналды. Жұмекен Сабырұлы Нәжмеденов 1935 жылы Атырау облысы Қошалақ ауылында дүниеге келді. Ол ақын, композитор, қоғам қайраткері. Халық жүрегіне жол тартқан «Менің Қазақстаным» әнінің сөзін жазған. Кейін бұл ән еліміздің мемлекеттік ән ұранына айналды. Жұмекен жыры туған жердің иісі мен ел рухының үні. Жұмекен Нәжмеденов поэзиясы терең ой мен тектіліктің үлгісі. Оның әрбір жыры туған елге деген махаббаттың, адамдық пен ардың айнасы. Ақынның шығармалары бүгінгі ұрпаққа рух пен намыс, тәрбие мен тағылым береді. Көкірегімнің үміті мен тілегі, күй боп түлеп, күн боп шығып күледі. Күн астында көк төбелер түледі, менің елім гүл елі. Айтпағым бір, ағыл-тегіл сыр еді, шежіреңе ол өлең боп кіреді. Мендегі өнер сен деп өмір сүреді, менің елім жыр елі. Қанат қомдап таң атқанда шығыстан, торғайым бар, қыраныңмен бір ұшқан. Жүрегім бар, жүрегіңмен ұғысқан, менің елім Гүлістан. Күй кітабы, менің топырағым, темір қазық, ақынның мәңгілік із қалдырған туындылары. Ол жырларында халықтың мінезін, ұлттың болмысын, ерлік пен елдікті суреттеді. Жұмекен Нәжмеденов ұлттың намысын жырлаған рухтың ақыны. Оның поэзиясы елдік пен ерліктің айғағы. Біз бүгінгі ұрпақ ретінде Жұмекеннің жырларынан шабыт алып, ел мен жерге деген махаббатты бойымызға сіңіруіміз керек.